Номерін вставить етеміз. Маған WhatsApp'тан жазды қазір. Мына 40 рубль. Өздеріңіз көргендей кетті. Мына қарасаңыздар. Салам брат, мен ұттым ба Free Fire деген мен ғой, көрсетсе канал YouTube скринден. Себебі барлық адам маған өте көп адам жазады, мынау менмін деп. Free Fire деген просто немесін аламыз. Мына өзінің аккаунты түсті. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге екі жарнама көріп ақша табуға болатын приложенияларды айтатын болам. Және де конкурс жалғасып жатыр. Осының видеоның соңында алдыңғы конкурстан кім ұтқаны шығады. Сол үшін видеоны көріп, лайк бас, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көреміз. Ал енді мына жерлердің бәрінде осы каналдың арқасында ақша тапқан адамдар. Сіздер де осы каналдан ақша тауып жатсаңыз, комментарийға жазып кетсеңіз болады. Осынша таптым, осындай жерден деп. Осы жерлерді оқып шықсаңыздар болады. Кім сенбей жатыр, кім ақша табуға болмайды, лохотрон деп жатыр. Осының бәрі сіздерге арналған, оқысаңыздар болады. Ал енді сол каналға тіркелеміз, лайк басамыз, коммент жазамыз, бәрін жасаймыз и видеоны бастаймыз. Қараңыздар, бірінші приложение ол Dark Money деп аталады. Бұл приложениені табу үшін Play Marketке Dark Money деп жазасыздар. Одан кейін міне осы доллардың суреті тұр. Dark Money мобильный заработок деп шығады. Одан кейін сіздер установить деген басасыздар. Установить болғаннан кейін открыть деген басқан кезде сіздерде осындай терезе шығады. Бұл жерге сіздер регистрация деген басып, ең бірінші логин жазасыздар. Одан кейін пароль 2 рет жазасыздар. Одан кейін промокод жазатын жерге менің промокодын жазсаңыздар болады. Менің промокодым закрепленный комментарийда және де менің телеграм каналымда болады. Міне осы жерде де тұр. VQAVMRO деген осын жазсаңыздар жақсы болады. Сіздерге де бонус, маған да бонус береді. И регистрация деген басасыздар. Регистрация деген басып болғаннан кейін сіздерге все приложение ашылады. Приложение қазір мен көрсетемін, қараңыздар. Қазір загрузка болып біте салсын. Міне қарасаңыздар, менде қазір 0,34 цент тұр. Цент емес, рублей тұр, монетасы рубльдің. И ең оңай заданияларды орындап ақша тап деп тұр. Вывод Кивиға, Пайерге, МТС, Билайн, Теле2, яғни кез келген жерге шығарып алуға болады. Бұл жерде өздеріңіз көргендей уже 6009 адам зарабатып етіп жатыр, 75 адам онлайн, 2037 адам шақырылған, 4700 рублей төленген. Міне осы жерден көрсеңіздер болады. Сезон деген жерде, бұл жерде сіз көп активный болған сайын сізге бонус береді. Қарасаңыздар, міне осының бәрін оқысаңыздар болады. Банк сезоны 1138 рублей 25 адам ұтады. Яғни бір сезонда 25 адам ұтады. Бұл сезонның банкі көбейе береді. Адамдардың жиған ақшасына байланысты. Міне топта көретін болсақ, міне 188 рубль шығарған, 177 рубль, 151 рубль, 128 рубль шығарған. Және де осы сезонда ең көп Капатов деген адам тапқан 39 рубль. Және де сезон өзі 39 рубль тапқан. И награда сезон, яғни бір сезон активный болған үшін 140 рублей бөлек бонус алған осы жерден. Дәл осылай сіздер де ақша тапсаңыздар болады. Көргендеріңіз 29 рубль тапқан, 104 рубль бонус алған бір сезонда. Ал енді бұл жерден қалай ақша табамыз? Қараңыздар, заработать деген басамыз, начать заработать деген кіреміз. Бізді через ВКонтакте табуға болады бұл жерден ақша. Және де автокликер қосып қоюға болады. Бүгінгі мен айтатын екі приложениеде автокликер қосуға болады. Ал енді қараңыздар, менде қазір әр рекламаға 0,08 копейка береді. Менде қазір 0,34. Ол үшін дәл осылай сіздерде терезе ашылады. Выполнить задание деген басасыз. ВКонтактеңіздің соңғы версиясы жоқ болса, Play Market'тен ВКонтактеңізді обновить етіп аласыздар. Мына реклама менде шықты. Бұл жерде суреттер, в основном суреттерге ақша бермейді. Жоқ, маған суретке де берді, көргендеріңіздей. Демек суретке де береді. Сурет, видео шығады рекламада. Тағы да сурет шықты, жаңағы сурет шықты. Тағы да жабамыз. Көргендеріңіздей тағы да 48. Дәл осылай ақша тапсаңыздар болады. Мені реклама бесконечный деп айтуға болмайды. Кейде тосылып қалады, бірақ 5 минуттан кейін қайтып пайда болады. Мені 54. Дәл осылай кете бересіздер. Көргендеріңіздей 60 жинап тастадым мен уже. Ал кейде 15 секундтық, 10 секундтық видеолар шығады, сонда видеоларға автокликер қойып қойсаңыздар болады. 66 болды. Дәл осылай осы приложениеден сіздер ақша жинасаңыздар болады. Ал екіншісі бізде вообще оңай приложение ADS Money деп аталады. Заработай в рекламах деген. Міне қарасаңыздар, бұл приложение сіздер ашқаннан кейін сіздерде дәл осындай терезе сразу пайда болады.
И сіздер 1000 реклама көргенде сіздердің ақшаларыңыз көбейеді, 0,25 рубль, яғни сіздерге көп реклама көрген сайын көп төлейтін болады. Вывод бұл жерде 10 рубль, ал жаңағы приложениеде 1 рубль вывод. Смотреть видео деген басады. Бұл жерде де видео 20 секунд, 30 секундқа дейін болады. Қазір көреміз, қарасаңыздар. Одан кейін сіз бұл жерге де автокликер қойып қойсаңыздар болады. Бұл жерде одан бөлек жақсы нәрсе бар. Қараңыз, сіз реклама көріп жатқан кезде мен мынау сап-сары тұр ғой, сол сайтқа кірсеңіз, сізге тағы да қосымша ақша береді. Яғни сіз рекламаны көріп қана қоймай, сол сайтқа кіріп тағы да бөлек ақша алсаңыз болады, бонус алсаңыздар болады. Яғни қазір все жабасақ болады, уже кіріп тастадық. Көргендеріңізде менде реклама бітті. Осы жерде жазылғанын оқысаңыздар болады. Көп рекламаға клик жасаған сайын ақша көбейеді деп жазылған, және де бұл жерде де ешқандай қиындықсыз ақша табуға болады. Бұл жерде ешқандай дос шақыра алмайсыз, бірақ минусы ештеңе жасай алмайсыз, бірақ тек смотреть видео көрсеңіз болады. Бұл жерде реклама өте көп, автокликер қойып көре берсеңіздер болады. Бірақ ұмытпаңыздар, видео мысалы реклама көріп жатып, рекламаның сайтына бассаңыз, сізге одан көбірек ақша төлейді. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Мен басқа видеоларымды көрсеңіздер, өте көп ақша табу жолдары бар. Ал енді маған осы алдыңғы видеодан осы ұтты, Махаббат Сағи деген бұйырсын маған деген, ол автоматты түрде болатын нәрсе. Бұл мен өзім таңдап алмаймын, сол үшін оның бәрін көрсетуге ұзақ уақыт кетеді. Сол себепті де осы адам ұтты. Өздеріңіз көргенде 8-9 ақ комментария бар. Сол себепті де 100% барлығыларыңыздың ұтуларыңызға шанс бар. Комментарий жаза беріңіздер. Осы адам маған WhatsApp-қа немесе Telegram-ға Kiwi номерін жіберетін болса, мен ақшаны салып жіберемін.